Егер де сол адамдар өздеріне жақсылық тілеп атқан кезде, Алла тағала соған жауап беріп, оларға бергені секілді, жамандылық тілеген кездерінде де бере салған болса, онда олардың мерзімі сол күні бітер еді дейді, жердің бетінде. Сонда Алла тағала мүмкіндік береді. Сондықтан да мұсылманның иман бергеннен кейін жақсылық беріліп атқан кезде де, жаңағындай сынақ, қиындықтар келіп атқан кезде де сөзіңіз, дұғаңыз тура жолда болу керек. Тура жолда болудың ең әдемі дұғасы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер де оған жақсылық келсе, көңіліне ұнайтын нәрсе келсе, онда альхамдулилля дейтін. Бізге үйретілген керемет сөз. Сол альхамдулилля бірден таразыға кетеді ғой. Оның салмағы зор болады. Жаңағы қиыншылық қандай көлемде болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: инна ғизамил жазаи маға ғизамил балаи. Шынымен де сауаптың ұлылығы сынақтың ұлылығымен қатар жүреді дейді. Сынақ үлкен болса, онда оның сауабы өте үлкен болады. Сол сынақтың, үлкен сынақтың кезінде сізден альхамдулиллахыңыз шықса, ол альхамдулилля дегеніңіз таразыға барып түседі сізге. Жақсылықтың кезінде. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ойындағыдай болмай қалды жағдай. Қиындық келді. Сол кезде сөзі альхамдулилля қайтадан аля кулли хал деген сөз қосылады. Қандай жағдай болса да. Міне. Қиындықта да жиналып отыр ақыретіңіз, жақсылықта да жиналып отыр. Міне мұъминнің нәрсесі. Сондықтан тіл түзу жолда болу керек.